Маған айтып бересіз ба, жаңағы болған айлықтарды бермей жатқан туралы? Бермей жатқаны бір қарсаңыз жоқ, еді онда депті. Онда тек өлеміз ғой деп, мен ештеңе жоқ. Қазір жылан ұстап алатақтардың жыланды. Ана тез екен деп ұстап алатақтардың жыланды. Қайтып деді. 2 ай айлығыңызы берген жоқ. Бермей жатыр, міне бәрі жылап жүр. Әкімге барады қатындар, өңкей қатындар. Жылап жүріп барады, бермейді. Береміз, онда ойба бетіне дейді. Тек жалғыз басты аналарға ғана бермей ма, барлығына ма? Жоқ, бәріне бермей жатыр. Мен жалғыз басты анамын ғой. Келетін ешкімнен жоқ. Жалғыз бауырым бар болды. Бірақ мен ол жүметпей тұрады. Өзім жалғызбын. Енді жалғыз анаға бар ғой, мына жаққа жүрмін. Көрдің ба мынаны? Қандай да жүрмін жалғыз. Ойлашы, өшені бір сағат 8:30-да келдім. Анаяқтан өтіп келдім. Міне, уже қара жарық. Міне мынаның ішінде жүрмін. Міне обедімді қазір мұны шамайым қазір. Обед деп қалды ғой. Кешке 7-ден бірақ кетемін. Айтыңызшы маған, жаңағы больницалар дәрілердің үйделерін тастайды. Есімі кім дедіңіз? Қайсар деген. Қайсар деген жігіт тастайды. Қайсар деген жігіт. Оларда жаңағы мусорды бүйтіп тазалап алып келетін ғой. Ал енді, айтыңызшы, сол Қайсар сізге өрте дей ме оларды? Әке мына больницада өртеңіз дейді. Сырат өртеңіз, ешкімге жолатпай дейді. Өзі өртемейді? Өзі өртемейді. Маған өрте дейді. Содан кейін оған бір ғана мынадай қазір келеді міне. 3-тен кейін бір ғана өңкей орықтар келеді. Содан үстіне жүріп кетеді. Мынандай дәрі-дәрі, мәрі-дәрі. Кейбіреуін мынандай спирттер болады екен. Түсіп қалады. Сол спирттерін жинап өздері ішеді. Ішеділер ма? Ішеді. Сонда сіздің қазір уәжіңіз сізге көмектесіп жалғыз басты анаға. Тем более үйіңіз жоқ сіздің, Жоқ, аға, 2 айлық айлығыңызы бермей жатыр, соны беру керек, е? Аға, беру керек айлықтарымды. Тек мынау сұмдық қой масқара тек, оразай қой мынау. Мен мешіттен бардым әне күні. Мешітке барсам айтады, апа, онға таман келді, онға таман келді. Онда келді, мен мына жерде тұрамын өзім. Ал, мешіт мына жақта. Бітірі дегенді беру керек қой. Қой бір ең болмаса 10 мың бәтті, 5 мың болса да мейлі. Тамақ алып жеңіз, мына продукты келіп бардым, мысалшы, бұл мешіттен бермейді. Бұл ақшам бәрін барған мешіттерге алып келеді, садақаны. Оның кейін бір 10 шақты күннен кейін келіңіз дейді, 10 шақты күннен кейін Астанаға кетеді, машина алып келеді сояқтан. Болды. Елдің қамын ойламайды. Сонда мешіттегі молдалар ақшаны жинап, машина алып келеді? Машина алады. Оның кейін қойдар келсе, қойды базарға сатады. Қойды базарға сатады. Қышым келсе, қышымдарды бір қой, базарға өткізеді қышым сатып атқандарға. Соған өрт қалған адамның бір қой, үстіне қышым жабады ғой. Соны құдай үшін бір қой, маған берсе бір қой, соны құрақ қыл, мен өзім ақша қылар едім. Мақыл тек, анауын бермей қойдым. О да жоқ қой, онда базарға 1000 теңгеден өткізеді екен. Мешітке түскен маталарды өткізе ма? Өткізеді ақшаға. Өзінің бір өңкей қудары бар. Өңкей шәкірттері. Оның өзі декендеп сөйлейді. Анам деген өзі Құдайдың үйінде кіші пейіл сейлу керек қой. Мына бейшараның ешкімі жоқ қой. Қой, мынаны мүсәпірге берейік. Мынаның сауап тиеді ғой деу керек қой. Ондай жоқ бұл жерде. Жоқ. Ешқандай. Пітірге түскен ақшаны, пітір садақаны сонда өз жеріне жұмсап машина алады. Өз жеріне жұмсайды, машина алады. Қой келеді ғой, қойдар келді, байдар әкеп атыр. 200 мыңда әкеп атыр. Бір рет мен барғанымда 500 теңге берді. Бай кісі екен енді, газ сатқан кісі. 5000 сомды берді, мен барып алып, бұлай не көрістім. Бір айға дейін тамақ не қылдым, тамағын алып. Қазір сізге енді керегі 2 айлық еңбек ақыңызды беру керек. Беру керек, еңбек. Содан кейін тағы не сұрайды? Там керек жарық. Үйіңізде үй жоқ, енді квартираны кім төлейді? Квартираны мен өзіңіз төлейсіз ба? Светті төлеймін ғой. Бұлай несіне төлемеймін. Міне больницадан келді, көрдің ба? Міне, сала бер міне. Бәрін тастай береді. Көрдің ба бізде? Больница әкеп тастайды, да? Больница әкеп тастайды. Болды, тәте, сізбен хабарласамыз қазір.